15 сабақ. Балалар, сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпайық. Мен сендерге сабақта ауызша айтып кетемін, сендер сол сабақты дәптерлеріңе жазып алыңдар. Түсінбеген жерлеріңді қайта-қайта көруге болады. Сөйлеу мәдениетіне үйренемін. 56-шы тапсырма. Өлеңді мұқият тыңда. Жылы жүрек, тәтті тіл. Берекені берер, біл. Ащы сөзді өзімшіл, өнері оның қалар тұл. Қатесін тапсаң жұмсақ айт, ызаланбай сабыр қыл. Өлең не туралы? Өлеңге ат қой. Өлеңнің аты жылы жүрек болсын. Өлең адамның мінезі туралы айтылған. Қарамен жазылғандардың антонимдік тіркестерін тауып көр. Ащы сөзді тіркесін қандай сөздермен алмастырып айтуға болады? Қарамен жазылған жылы жүрек, суық жүрек, тәтті тіл, ащы тіл, ащы сөзді, тәтті сөзді, жұмсақ айт, қатты айт. Ащы сөзді тіркесін қандай сөздермен алмастырып айтуға болады? Ащы сөзді, қатты сөзді. Араларыңда дөрекі сөйлейтін балалар кездесе ме? Айналамызда кейбір адамдар дөрекі болады, өйткені олардың мінездері солай. Өлеңді жатқа жаз. Осы өлеңді жаттап алып, кітапты жауып тұрып жатқа жазамыз. Өлеңнің соңғы екі қатарын басшылыққа алып, досыңның қатесін түзетуге көмекке кел. Ол үшін меніңше мүмкін болса дұрыс болар еді, сөздерін қолданып өз пікіріңді білдір. 57-ші тапсырма. Мысалды түсініп оқы. Үстел үстінде радио мен теледидар қатар тұратын. Үй ішіндегілер теледидарды қызықтайтын. Радионың бұған қатты намысы келетін. Сен келдің де, мен ескерусіз қалдым дейтін ылғи. Теледидарды атарға оғы жоқ еді. Ал ол болса бұған еш ашуланбайтын. Екеуміз кезек сөйлейік дейтін. Мен сөйлеп болған соң, сен сөйле. Көрсетемін кезекті, деді радио қатты ашуланып. Тапқан екенсің ақымақты. Сөйтті де теледидармен қосыла сөйлеп, оны мазақ ете бастады. Тыңдап отырған иесі радионы өшіріп тастады. Мәтін мазмұны бойынша теледидар мен радио салыстыра сипатта. Қайсысының іс-әрекетін дұрыс емес деп есептейсің? Неліктен? Бұл жерде радионың іс-әрекеті дұрыс емес. Өйткені ол теледидармен қосыла сөйлеп, оны мазақ ете бастайды. Елу сегізінші тапсырма. Мәтіндегі ақыл кеңес қай кезде қолданылатынын айт. Өзге адамдардың өзіне рұқсатсыз араласпаған жақсы. Ал ол соншалықты қажет болса, кешіріңіз, немесе ғафу етіңіз, сөзіңізді бөлейін деп тұрман. Сөзіңізді бөлуге болама деген сөздермен сөйлесіп отырғандардан рұқсат сұраған жөн. Бұл әдептілікті білдіреді. Мәтіндегі өтіну әдеп сөздерін қатыстырып, парталасыңмен диалог құр. Құраған диалогыңды дәптеріңе жаз. 59-шы тапсырма. Көңіл күй лебіздері мен олардың атауын сәйкестендір. Алғыс. Аман саумысыз? Сәлем. Ассалаумағалейкум. Сәлеметсіз бе? Құттықтау. Алла разы болсын. Рахмет. Көп жаса. Өркенің өссін. Сәлемдесу. Жаса. Айтқаның келсін. Керемет. Жарайсың. Қошемет. Қостау, тыңдау, келісу. Әрине. Ия, мақұл. Қоштасу. Сау бол. Келесі кездескенше.
осымен біздің сабағымыз аяқталды. Балалар, түсінбеген тапсырмаларың болса комментарийға жазып сұрай берулеріңе болады.